Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге 30 минутта дайын болатын, ауызда еретін өте дәмді балды торттың рецептісін ұсынамын. Балды тортты дайындау үшін бізге жоғары сапалы бал қажет. 120 грамм балды отқа қойып ертіп аламыз. Толық ерігеннен кейін 1 шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Сол кезде біздің массамыз 2-3 есеге ұлғаяды. Мінекей әппақ болып ұлғайды. Енді массамызды араластырамыз. Сол кезде ол осындай карамельді түске енеді. Араластырып болған соң 150 грамм сары майды салып, май толық ерігенше араластырамыз. Мінекей массамыз дайын болды. Енді толығымен бөлме температурасына дейін суытамыз. Бал суимын дегенше біз 5 жұмыртқаға шым-шым тұз салып, әппақ масса болғанша миксерлейміз. 150 грамм қантты 2-3 бөлікке бөліп, жұмыртқаға салып, көпіргенше миксерлейміз. Біздің массамыз әппақ болып, 2-3 есеге ұлғаюы қажет. Содан соң суыған балымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң 250 грамм илеуіштен өткізілген ұнды 2-3 бөлікке бөліп, массамызға салып араластырамыз. Ең бастысы бұл жерде ұнның түйіршіктері қалып кетпеуі қажет. Міне қамырымыз дайын. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 үлкен корж шығу қажет. Қызып тұрған пеште 170 градуста 7-10 минут пісіріп аламыз. Міне бірінші коржымыз дайын болды, екінші коржды да дәл осындай етіп пісіреміз. Енді кремін дайындайық. Ол үшін 200 грамм салқын сүзбелі ірімшікке 150 грамм қантты салып миксерлейміз. Қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Массамыз бір-біріне біріккен соң 200 грамм кілегейді қосып миксерлейміз. Барлық ингредиенттер тоңазытқышта болған, яғни салқын болуы қажет. Ең соңында 200 грамм қаймақ салып миксерлейміз. Мен 25% қаймақты қолдандым. Міне біздің крем дайын болды. Енді тортымызды жинайық. Ол үшін корждарды бір-бірін үстіне қойып, формасы бірдей болу үшін жан-жағын бірдей етіп кесіп аламыз. Артық бөліктері бізге қажет болады, тортымыздың сыртын безендіру үшін. Ортасынан түп-түзу етіп бөлеміз. Бізде сонда 4 корж шығады. Қамыры өте нәзік, жұмсақ. Енді кремімізді жағайық. Ең астыңғы бөлігіне кішкене крем жағамыз, сол кезде біздің тортымыз орнынан жылжып кетпейді. Әр коржға 2-3 ас қасықтан крем салып шығамыз. Крем бір тортқа турасынан жетеді. Ең соңында бағана кесіп алып тастаған бөліктерін блендермен езіп алып, жан-жағына сеуіп шығамыз. Кем дегенде тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Міне біздің торт дайын. Рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді әрі нәзік болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.